Ал құрметті серіктестер, біздің командамызда өте қуанышты жағдай болып жатыр. Бүгін біздің топ көшбасшымыз және серіктесіміз, өздеріңіз білетін Ерлан Бөгенбайұлы мынандай керемет тұлпар алып жатыр. Және нақты ақшаға. Ерланның өзіне сөз берсек, Ерлан құтты болсын, тұлпарың құтты болсын, Ерлан, астыңда тосын, бұдан да биік жетістіктерге жете бер, Ерлан. Иә, рахмет Райхан, сендерге де жұғысты болсын. Қалай жеттің, Ерлан? Иә, мына компанияда Бепик компаниясында істегенмен маған 6,5 жыл болып қалды, бірақ та соңғы 1,5 жылда кереметтей бір рост болды. Мына TikTok арқылы жаңадан команда құрылған, мен ойлаймын, ең біріншіден ол сенімдік, компанияға сенімдік, одан кейін наставниктарға сенімдік, одан кейін бір направлениені өзгертіп жібердік қой, басқаша еңбек жасай бастадық, прям несімен, ынтамызбен. Енді өзімді бір жағынан толқып тұрмын, енді бір баланың арманы орындалған сияқты, бір үлкен жұрттың деген енді любой жігіттің арманы деп ойлаймын. Бірақ та мен қазір ойлайтыным, әр адам еңбек ететін болса жетуге бар. Бірақ та қолмен кірпіш салып емес, или жер қазып емес. Қазір кішкене миды өзгертіп, интернет арқылы жұмыс істеу керек. Интернет, магазин, Бепик, продукты, өнімдері керемет, клеточное питание, экономия топлива бар. Енді даже былтырғы жылдың нәтижесі, менде 24 жылы ең бірінші Дубайға бардық. 11 кредит болған, оның соңғы үшеуін былтырғы жылы жаптым. Димаштың концертіне бардық, ол да біреудің бір арманы. Онан кейін еще Балиға барып келіп, мына еще аяқ астына машина алып жатырмын. 3 январда жаңа жылдан келіп шешім қабылдадық. 4-інде шешім қабылдадық та, міне бүгін 2 аптадан кейін шығарып жатырмыз, қазір дайындап жатырмыз, шығарамыз машинаны. Ой, рахмет, Ерлан. Жұғысты болсын, Райхан, бәрі. Иә, сол жұғысты болсын, біздің барлық серіктестерімізге жұғысты болсын, құтты болсын, Ерлан. Міне, достар, көрдіңіздер ме? Мүмкін емес нәрсе жоқ. Мүмкіншілік өте көп. Рахмет, Ерлан, тағы да құтты болсын. Біз сен үшін қуаныштымыз. Бізге жұғысты болсын. Рахмет.